Барлықтарына сәлем. Бүгін бізде 6-шы сабақ форма және anchor. Жалпы форма элементі негізінде осы серверге қандай да бір мәліметті жіберу үшін пайдаланады. Яғни сіз авторизация немесе регистрация формаларын көрген шығарсыз. Және де бұдан бөлек комментарий қалдырудың өзі бір жеке форма. Яғни қандай да бір мәліметті қалдыру үшін сайтта біз форманы пайдаланамыз. Енді форма ол форм деп аталатын тектің көмегімен белгіленеді, және де бұның ішіндегі әрбір қалдырылатын, яғни қатар ол input. Яғни input тегінің көмегімен біз мәлімет енгізетін боламыз. Және де осы input'тың ішінде әрқайсысында жеке-жеке осы name атрибуты көрсетілуі қажет. Осы name атрибутының көмегімен біз осы мәліметтерді серверде ала алатын боламыз. Және де бұдан бөлек button'ды қоюымыз қажет. Міндетті түрде осы button'ның көмегімен, яғни қазақша бұл батырма. Батырманың көмегімен біз осы мәліметтерді серверге жіберетін боламыз. Енді келесі кезекте осы форманың негізінде 3 типі бар. Яғни серверге мәлімет жіберудің 3 типі бар. Ол бірінші тип ол form URL encoded, яғни бұл стандартты, яғни дефолтты тип. Ол негізінде мәліметтерді серверге жіберместен бұрын осы сіз жіберген мәліметтерді кодтайды. Яғни ASCII кодтары бойынша осы енгізілген мәліметтерді серверге кодтап жіберетін болады. Бұл неге керек деген сұраққа келетін болсақ, жалпы қазіргі кезде көп танымал болып кеткен XSS деп аталатын кибершабуылдан қорғау үшін осы enctype атрибуты пайдаланады. Егер сіз серверге қандай да бір медиа файл жіберетін болсаңыз, онда міндетті түрде multipart form data деп аталатын типті қолдануыңыз қажет. Бұл тип негізінде серверге медиа файлдарды, яғни фото, видео жіберу үшін пайдаланады. Және де бұдан бөлек үшінші тип бар, ол text plain типі. Бұл қарапайым сіз қалай енгіздіңіз мәліметті, дәл сол күйінше серверге жібереді. Бұл енді өте қауіпті жол, және де бұл әдісті негізінде қолданбаған дұрыс. Енді келесі кезекте практика жүзінде қарастырайық. Form элементін қоямыз, және де келесі кезекте біз method дегенді көрсетеміз. Негізінде бұл стандартты түрде get методы тұрады. Бірақ та get-тен бөлек тағы екінші тип бар, ол post деп аталады. Яғни, егер сіз post арқылы жіберетін болсаңыз мәліметтерді, онда жасырын түрде барады серверге, ал get арқылы жіберетін болсаңыз, онда ашық сілтеме арқылы мәліметтердің барлығы ашық баратын болады. Енді мына жерде post деп көрсетейік. Және де enctype деген жерге біз multipart form data деп жазамыз. Келесі кезекте input қоямыз. Inputта біз типті көрсетеміз. Яғни біз енгізетін ұяшықтың бірнеше типі болуы мүмкін. Бізге бірақ текст қажет, яғни текст түрінде енгіземіз. Және де name деген жерге мысалы есімі болсын. Name деп жазайық, адамның есімі. Және де келесі кезекте біз email'ını көрсетейік. Email енді мына жерде тип деген жерде email деп жазсақ болады. Және де бұдан кейін password деп жазсақ болады. Яғни құпия сөзді көрсетеміз. Мына жерде мысалы password емес, кез келген басқа атау көрсетсеңіз болады. Мысалы pass деп жазсаңыз болады қысқартып. Екеуі осы тип пен name ішіндегі мәндер бірдей болуы ол міндетті емес. Және де біз кнопка қоямыз, яғни батырманы қоямыз. Батырмаға жіберу деп жазайық. Жіберу, және де оның типін көрсетеміз. Типі мысалы submit деп жазсақ болады. Және де мына жерде action деген әдісті көрсетеміз міндетті түрде. Action әдісі біз осы мәліметтерді қай сілтемеге, яғни сервердің сілтемесін көрсетуіміз қажет. Әзірге осы бастапқы бет тұра берсін. Енді update етеміз. Астында біз құрған ұяшық. Мына жерде енді жаңа жолға түсіру үшін BR тегін қолдансақ болады. Осы текті қолдану арқылы біз осы бір жолдарды жаңа жолға түсірсек болады. Және де стильге өту арқылы input деген жерге біз мысалы төменде кішкене шекара берейік. Шекара беру үшін margin bottom деген осындай бір қасиет бар. 5 пиксель деп жазайық. Сол кезде шекара пайда болды.
стиль бердік, батырманы қойдық, action деген жерде әзірше тор белгісін қояйық, яғни осы бетті көрсетейік. Және де мына жерде біз енді кез келген бір атау жазамыз, және де жіберу деген батырманы басамыз. Міне көріп отырғандарыңыздай, біз мәліметті жіберетін кезде бізден міндетті түрде email'ды дұрыс енгізуді сұрап отыр. Өйткені біз мына жерде тип деген жерде email'ды көрсеткен болатынбыз. Және де мына жерде құпия сөзді автоматты түрде жасырын болады. Өйткені біз type деген жерге password деп көрсеттік. Password деп жаздық. Егер мысалы біз текст деп жазатын болсақ, мына жерге де текст деп көрсететін болсақ, email деген жерге, онда біз енгізетін мәліметтердің барлығы да текст түрінде қабылданатын еді. Яғни біз валидация жасай алмаймыз. Және де бұдан бөлек, мына жерде мәліметтер автомат жіберіле береді, толтырылмаса да. Ал егер осы мәліметтердің міндетті түрде толтырылуын қаласақ, біз recurrent деп аталатын осы бір қасиетті көрсетсек болады. Бұны былай recurrent деп жазсақ та болады, немесе recurrent тен ішінде осы атрибутты тағы бір рет қайталап жазсақ та болады. Recurrent деп жазсақ. Енді қайтадан жібереміз мәліметтерді. Сол кезде бізден міндетті түрде толтыруды сұрап отыр. Өйткені біз recurrent деп аталатын атрибутты көрсеткен едік. Енді бұл мәліметтердің барлығы да post әдісі арқылы жіберіледі. Біз мысалы get деп жазатын болсақ, парақшаны қайтадан обновить етеміз, және де мәліметтерді көрсетеміз. Жіберу батырмасын басамыз. Міне көріп отырғандарыңыздай, біз енгізген мәліметтер осы сілтемеде пайда болды. Яғни біз name'ді көрсеттік, поштаны көрсеттік, және де құпия сөзді көрсеткен едік. Көріп отырғандарыңыздай, құпия сөз ашық түрде берілген. Бұл енді әрине өте қауіпті. Сондықтан да көбіне форум әдістерінің көмегімен көбінесе негізінде post әдісі пайдаланады. Бірақ та кейбір жағдайда маңызды емес мәліметтер болған кездері get әдісі де пайдаланып жатады.